Сәлем достар. Бүгін біз сіздермен 35-ші апта жүктілігі туралы әңгіме ететін боламыз. Ақпарат тыңдамас бұрын арнама жазылып алыңыздар. Видеоны соңына дейін көріңіздер. 35-ші аптада баланың салмағы 2,5, яғни 2500 граммдай болады. Бойы 46 сантиметрден ұзын болады. Бұл стандарт. Өздеріңіз білетіндей, баланың салмағы да бойы да генге байланысты болып келеді. Яғни анасы яки әкесі ұзын қысқа болса, онда баланың да бойы сондай. Егер салмақты болатын болса, салмақты болып келеді. Стандарт бойынша бірақ сондай. Бұл кезде сәби ұрық ішіндегі ұрық, бала шермай жинай отырып, жаңағы түктер кете бастайды бұл кезде. Бұл кезде жаңағы тері ақшылданып, кәдімгідей кәдуілгі терінің түсіне ене бастайды. Тері ақшылдана бастайды. Бұл кезде сәби егер дүниеге келіп қалса, өздігінен дем ала алады. Жаңа өкпесі жабысып қалмайды. Бұл кезде баланың ішкі органдары толыққанды қалыптасады. Ұйқы безі, барлығы, бүйрегі, өті, барлығы. Бірақ бала егер ішінде жатып қағанақ суын жұтып қоятын болса, оны туғаннан кейін ол біраз уақытқа дейін енбей, болмаса жаңағы шығарып жіберуі мүмкін аузынан. Кейбір балалар іште жатып қағанақ суын ішіп қояды, околоплодная вода дейміз, соны ішіп қояды. Оны бірақ туылғаннан кейін ол жаңа шығарып тастайды. Болмаса, егер сондай жұтып қойып, тағы бірдеңе болып, жаңа сәбидің іші толып тұратын болса, сол бала туылғаннан кейін оны педиатр қарап көргенде өзі сізге кеңесін беретін болады. Бала бұл кезде туылса, 35-ші аптада туылып қалса, қалыпты жағдайда өз демала алады, бірақ дегенмен де баланың туылуына әрі ерте. Балаңыз кішкене салмақ жинап, кішкене бойын кішкене өсіру үшін әлі де іште бола тұрғаны дұрыс. Қалыпты жағдайда біз 38-ші аптадан кейін босану керек дедік қой. Неліктен 38-ші аптада ол соға дейін өсіп жетіледі. Кейбір тынымсыз балалар сыртқа шыққысы келіп, өзі шыққысы келеді дейді. Жоқ, бұл жерде бала емес, ана шешімді қабылдайды туылға. Сондықтан егер ана 38-ші аптадан кейін туамын деп ниеттенсе, соған талпынса, ішіндегі сәби қатты қозғалып кетсе, сәбиін тынышталдырып, ішін сипап қана қойса, онда сәби сол 38-ші аптаға дейін жетеді. Сондықтан да 35-ші аптада туып қойсаңыз, сіз роддомда да көбірек жатып қойыңыз мүмкін, себебі оған ерекше күтім қажет болады. Өздігінен демала алса да бала бәрібірде күтім қажет болады ол балаға. Сондықтан 38-ші аптаға толтырып, біреулер 39-40-ші аптада да босанып жатады. Ол да дұрыс. Толыққанды жетілген бала болып шығады ол кезде. Өзінің аптасына толтырып босанған дұрыс болады. Баланың да жағдайы қалыпты, сіздің де жағдайыңыз қалыпты, барлығы жақсы болады. Бұл кездерде 35-ші аптада ай толғақтар болуы мүмкін. Бұрын тумаған әйелдерде 3 апта бұрын, яғни туыны 3 апта бұрын қалған кезде іші төмен түсе бастайды. Іші төмен түсу керек қой. Ал бұрын туған әйелдерде ол бірнеше күн қалған кезде ғана іші төмен түсе бастайды. Бұрынғыдай тыныс алуға қиналмайтын боласыз, тынысыңыз жеңілдей бастайды. Ішіңіз егер төмен түсіп бастаса, онда тынысыңыз жеңілдей бастайды. Түсын ай толғақтар болуы мүмкін, жамбасыңыз жаңағы созылуына байланысты кішкене ауырсыны мүмкін, жамбаста белде ауырсынулар болуы мүмкін. Бұл сізді жаңағы босануға дайындалу процесі, әйелдің организмі осылай босануға дайындалу процесін өткізіп жатады. Егер беліңіз қатты ауырсынып кетсе, жамбасыңыз бір ауырған секілді болса, салмақтың бәрі осы белге, жамбасқа түседі ғой. Сондықтан да кішкене ол кезде тек қана демалып алу керек, кішкене бір былайша айтқанда неприятный дейміз, сондай бір сезімде боласыз, бірақ ол бір кішкене андай босану жолын бір босануға деген жолды дайындап жатқан деген сөз да, кішкене ауырсынуды байқайтын болсаңыз, бұл кезде тек қана демалумен ғана оны тоқтата аласыз. Яғни демалып қана
бұл кезде оны жеңе алады екенсіз. Беліңіздің ауырғанында, жамбасыңыздың ауырғанында бір бүйірме жатып, аяғыңыздың ортасына жастық қыстырып, жастық құшақтап жатып, өзіңізді солай демала аласыз. Бұл кезде ауыр салмақ, ауыр күш өзіңізге түсіруге болмайды, стресс депрессияға түсуге болмайды. Шыдамдылықпен алдағы уақытта тек қана босануды ойлап, курстарға барып, осы уақытқа дейін барып қоюыңыз керек болады. Курстарға бармасаңыз, болмаса сол босануға қатысты дәрігеріңізден кеңестер алып, қалай босанам, қалай үйтем дегендей. Одан кейін оны курстарға барып, қалай толғату, қалай босанудың бәрін атырып қойсаңыз, онда басқа да бала туылғаннан кейін күтімі қандай болу керек, баланың кроватын алу керек, заттарын дайындау керек дегендей, осының бәрін алдын ала жаттап қоя берсеңіз болады. Солай босануға кәдімгідей дайын отырғаныңыз дұрыс болады. Бұл кезде жұмыс істеуге кеңес берілмейді. Кейбір өзі жекеменшік жұмыс істейтін әйелдер жұмыс істеп жүре береді. Дегенмен де денсаулығыңызға қарауыңызға тура келеді. Себебі 35-ші апта босануға тым жақын қалды деген сөз. Бұл кезде тек қана өзіңізді күтіп, босануға дайындалып, демалатын уақытыңызды демалып, таза ауа жұтатын уақытыңызда таза ауа жұтып, өзіңізді күтіммен арнап, Құдайдан сұрап, Құдайдан аман есен балаңызды туып алуын сұрап, балаңызбен сөйлесіп, балаңыздың көркем мінезді болуын тілеп, сұрап дұға еткеніңіз дұрыс болады. Достар, сіздерге бар беретін кеңесім, ақпаратым осы. Көргендеріңізге рахмет. Келесі кездескенше.